Мектеп оқушыларының білім сапасын көтеру үшін цифрлық технологиялар көмектеседі. Осы мақсатта Алматы кітап баспасы topiq.kz деп аталатын электрондық оқулықтар платформасын әзірлеп, оны мектептерге енгізді. Алматы кітап баспасы электронды оқулық жасаумен бірнеше жылдан бері айналысып келеді. Әуелде шетелдік әріптестермен бірлесе кіріскен. Алайда ақпараттық қауіпсіздік туралы заң талабы өзгергеннен кейін цифрлық оқулықтарды баспа мамандары өздері жасай бастады. Осылайша алғашқы отандық платформаны дайындады. Өнім жаңа ереже бойынша барлық қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Год мы проходили апробацию. Бір жыл пилоттық жоба ретінде сынақтан өттік. Жағымды пікірлер көп болды. Арасында ұсыныстар айтылды. Платформаны жасау кезінде барлығын тексердік. Мұғалімдер бұл платформаны нағыз халықтық деп атап отыр. Электрондық оқулықтар баспа оқулықтың баламасы ғана емес. Мұнда түрлі интерактивті тапсырмалар, бейне және аудио материалдар қоры көп. Қолданушылар үшін 1-11 сыныптардың барлық оқулықтары қолжетімді. Оқушылар өткен тақырыптарды қайталай алады және білімін бекітуге мүмкіндіктер береді. Мы подписали соглашение с Күнделіком. Біз күнделік.kz порталымен келісім жасадық. Мұғалімдер мен оқушылар күнделік.kz платформасынан topiq.kz платформасына өтіп кете алады. topiq.kz платформасы қазір кез келген гаджетте қолжетімді. Оны мектеп қабырғасында немесе қашықтан оқу кезінде де қолдануға қолайлы. Талғатбек Абдықожа, Искандер Сергалиев, Хабар 24.